Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оп-оңай жасалынатын және де осындай жұмсақ болып шығатын өте дәмді булочкидің рецептісін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, дәміне қарай азғана тұз және де қант саламыз. Бұл жерде менде шамамен 5 ас қасықтай қант. Егер тәттіні қатты жақсы көрсеңіздер, қантын көбірек салсаңыздар болады. Одан соң құрғақ дрожж саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен осы сұйық массамыз біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Келесі кезекте сары май қосамыз. Ерітілген сары май, бір жұмыртқа қосамыз. Менің қолданып жатқан сары майым станичный деп аталатын сары май. Кез келген сары майды қолдансаңыздар болады. Тағы да венчиктің көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз. Енді осы сұйық массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және де ұнның үстіне шай қасықты қатты толтырмай қамыр қосқыш қосамын. Бұл қамыр қосқыш біздің булочкамыздың әдемі болып көтерілуіне көмектеседі. Егер қаласаңыздар қоспай қойсаңыздар да болады. Енді жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Осы видеодағыдай жұмсақ қамыр болуы қажет. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Шамамен 1 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мен әр бөлікті көз мөлшерімен бөліп алдым. Сіздер 60-65 граммнан бөліп алсаңыздар болады. Енді бөліктерге бөліп болғаннан соң тағы да бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде қамыр тынып, булочкидің формасын жасауға өте ыңғайлы болады. Келесі кезекте булочкидің формасын шығарамыз. Кез келген өзіңізге ыңғайлы форманы жасасаңыздар болады. Тіпті осылай дөңгелек формада пісіріп алсаңыздар да болады. Қамырды осылай қолымыздың көмегімен созып аламыз және де видеодағыдай орап шығамыз. Егер қамыр жұмсақ болып қолыңызға жабысып жатса, азғана сұйық маймен қолыңызды майлап алсаңыздар болады. Тағы да бір түрін көрсетейін, сіздерге түсінікті болу үшін мұқият қарасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай орап, булочкидің формасын шығарамыз. Пергамент қағаздың үстіне жайғастырып, бетін пакетикпен жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің булочкиміз әдемі болып көтеріледі және де жұмсақ болып пісіп шығуына көмектеседі. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, алдын ала қызып тұрған пешкіде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Жалпы әркімнің пешкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Күйіп кетпесін және де өте қатты қызған пешке салмаңыздар. 180 градуста жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ және де дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.